Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Батыс Қазақстан облысы өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңындағы кезекті баспасөз мәслихатын бастаймыз. Тақырыбы интернет алаяқтықтың алдын алу туралы. Ақпаратпен бөлісетін спикер Шахзада Әлбекқызы Әлбекова, Батыс Қазақстан облысы прокурорының аға көмекшісі. Артур Ғайсаұлы Мұсағалиев, Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті, киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы, полиция полковнигі. Алаңымызға қош келдіңіздер. Сөз тізгіні өздеріңізде. Қайырлы күн, брифингке қатысушылар және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Барлығымызға белгілі, алаяқтық, соның ішінде интернет алаяқтық жыл өткен сайын бүкіл елде қарқын алып келеді. Жылдан жылға алаяқтар жаңа әдістер мен тәсілдерді енгізуде. Жалпы 2018-25 жылдар аралығын алатын болсақ, облыста алаяқтың тұрақты өсуі байқалады. Интернеттің пайда болуымен адамдар онлайн сатып алуға көшті, тапсырыстар және қаржылық аудармаларға белсенді түрде көшті. Мұның бәрі де онлайн форматта жүзеге асырылады және алаяқтың өсуіне әкеліп отыр. Енді өңірдегі алаяқтық жағдайға тоқтайтын болсақ, күн сайын облыста 4-5 тұрғыны алаяқтың құрбаны болып тұрады. Ағымдағы жылғы статистикалық ақпаратқа сәйкес алаяқтың саны 20-ға өсіп отыр. Теріс көрсеткіштер облыстың барлық аудандарында орын алып отыр. Ең нашар жағдай осы облыс орталығында, Бөрлі, Казталов, Бәйтерек аудандарында орын алды. Жалпы көп тараған интернет алаяқтық виртуалды түрде IT технологиялар, телекоммуникация жүйелері және төлем карталарын пайдалану арқылы жасалған алаяқтар болып келеді. Жаңағы айтқан алаяқтардың құрбандары негізінен облысымыздың қарапайым азаматтары, олардың алдануына сеніп, мүлкі мен ақшасын беріп отырады. Ағымдағы жылдың өткен кезеңінде жәбірленушілерге 1 миллиард 800 миллион теңге сомасында залал келтірілген. Сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында келтірілген залалдың өтелуі деңгейі 182 миллионды құрайды. Бұл ең алдымен күдікті тұлғалардың анықталғанына қарамастан көп жағдайда қылмыстық істер мәжбүрлеп орындауға жіберіледі, бірақ материалдар тиімсіз болып қалады. Яғни мүліктің, табыстың, басқа қаражаттың көздерінің болмауына байланысты болып келеді. Сондай-ақ тағы себептердің бірі интернет алаяқтың істері бойынша тергеу әрекеттерін жүргізудің қиындығы. Өйткені көп жағдайда күдіктілер облыс пен елден тыс жерде болады. Сонымен қатар жәбірленушілерге құқықтық көмек көрсету бойынша жүргізіп жатқан жұмыстар аясында ағымдағы жылы соттар 44 миллион теңге сомасына негізсіз аудару туралы 50 талапты қанағаттандырды. Антифрод байланыс орталығына тоқтайтын болсақ, антифрод жүйесінде 4 мыңнан астам банк шоттары бұғатталды, 9 миллион теңгеден астам қаражат зардап шеккендерге қайтарылды. Барлық қылмыстық құқық бұзушылықтар бойынша жәбірленушілердің қаражаты аударылған 257 банк шоты анықталды. Алаяқтыққа қарсы байланыс орталығы 13 қарашадан бастап Орал қаласының жастар ресурстық орталығы мекемесінде азаматтарға түскенше алаяқтық қоңырауларды ұстап алуды қамтамасыз етіп отыр. Операторлар алаяқтармен тікелей байланысып, қылмыстың алдын алып, шығынды азайтып, яғни төмендетуге әкелді. Жұмыста 4 компьютерде дайындалған 4 қызметкер, яғни жастар жүргізеді. Күн сайын 100-150 алаяқтық қоңырау шалу әрекетін олар ұстап алып отыр. Енді дроперларға тоқталып кетейік. Биыл 16 шілдеде мемлекет басшысының заңнамаға өзгерістер енгізу туралы заңға қол қойды. Осыған сәйкес қылмыстық кодекстің 232 прим 1 бабы енгізілді. Онда өз банктік шоттарында үшінші тұлғаларға беру үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген. Бұл дроперларға қатысты жауаптылық. Облыс прокуратурасының үйлестіруімен құқық қорғау органдары интернеттік алаяқтыққа қатысы бар Орал қаласының бір тұрғыны ұсталды. Яғни анықталғандай биылғы жылдың қазан айында күдікті өзіне тиесілі банк шоттарын алаяқтарға беріп, ауыр қылмыстың жасалуына көмектескен. Аталған факт бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 232 прим 1 бабы бойынша облыстық экономикалық тергеу департаментінде сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Күдікті тергеу сотының санкциясымен қамауға алынды. Қазіргі уақытта тексеру амалдары жүргізілуде. Бұл тәсіл алаяқтың ұрланған қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру үшін пайдаланатын дроперларға қатысты заңнама. Қылмыстық кодексқа жаңа баптың енгізілуімен дроперлардың әрекеттері үшін дербес қылмыстық жауапкершілік көзделген. Енді бұл қылмыс үшін 7 жылға дейінгі
бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Мемлекет тарапынан қандай шаралар қолданып жатыр? Бірінші, 2024 жылдан бастап банктер және банк қызметі туралы заңға сәйкес алаяқтық фактілері бойынша қылмыстық істерді тергеу кезінде кредиторларды азаматтардың атынан заңсыз рәсімделген қарыздарды есептік шығаруға және олардың қолданылуын тоқтата тұруға міндеттейтін түзетулер енгізілді. Ол жаңағы аталған заңның 34 бабы 15 тармағында көзделген. Мұндай шаралар азаматтарды қорғаудың тиімді әдісі, сондай-ақ банктер мен микроқаржы ұйымдарын алаяқпен күресу шараларын күшейтуге ынталандырады. Өзгерістерге сәйкес банктік қарыз бойынша берешекті өндіріп алу және сыйақыны тұрақсыздық айыбын есептеу полиция органдарының ұсынуы немесе қарыз алушы жеке тұлғаны жәбірленуші деп тану қаулысы негізінде тоқтатыла тұрады. Екінші, жеке тұлғамен оның биометриялық сәйкестендіруін жүргізбей, сондай-ақ жұбайының келісімінсіз 1000 айлық есептік көрсеткіштен астам интернет арқылы несие алуға тыйым салынады. Үшінші, 2024 жылдан бастап стоп кредит арнайы қызметі іске қосылды. Азаматтар орталық банкте немесе егов қосымшасы арқылы несие беруге өзін-өзіге тыйым сала алады. Кез келген мерзімге несие беруге шектеуден алып тастауға болады. Бұл қызметтің артықшылығы сіздің жеке деректеріңіз сенімді қорғауда болады. Яғни сіздің атыңыздан несие рәсімдеу жоққа шығарылады. Кішкене есте сақта кету керек, профилактика жұмыстарға тоқталатын болсақ, банктер және басқа ұйымдар, сондай-ақ құқық қорғау органдар қызметкерлері сіздің жеке және төлем ақпараттарыңызды тексеру үшін сізге ешқашанда қоңырау шалмайды. Деректеріңізді қорғау қажет, оларды телефон арқылы бейтаныс адамдарға айтпаңыз, ата-анаңызға, үлкен кісілерге, сондай-ақ картасы бар балаларға ескертіңіз. Ешкімге, әсіресе телефон арқылы картаның деректемелері, оның артындағы артындағы интернет банктың құпия сөзі, SMS код және қоңырау шалушылардың нұсқауларына сәйкес күмәнді қолтаңбаларды жүктеп алмаңыз. Жеке ақпарат беру арқылы қажет күмәнді онлайн конкурстар мен лотереяларға қатысудан бас тартыңыз. Электрондық поштаңыз бен жеке веб-сайттарыңызға күрделі құпия сөздеріңізді пайдаланыңыз. Белгісіз номерлерден бейне қоңырауларға жауап бермеңіз. Егер олар жауап берсе, үрейленбеңіз және психологиялық әсерге берілмеңіз. Телефонды қойып тастауыңызға болады, немесе сөйлеспеңіз, яғни тоқтатыңыз сөйлесуді. Алаяқтар өздерін банк қызметкерлеріміз деп таныстырса, дереу сенім телефондарыңа байланысуға хабарласу керек. Қашықтықтан қол жеткізу үшін қолтаңбаларды жүктеп алмаңыз, сілтемені орындамаңыз. Егер сіз күтпеген жерден үлкен соманы аудару сұрайтын жақын адамдарыңыздан қоңырау, SMS алсаңыз, бірден аудармаңыз. Аудармас бұрын үзіліс жасаңыз және ойланып, кішкене кідіре тұрып, көмекке мұқтаж адамның өзіне хабарласыңыз. Тек қана хабарласқаннан кейін ғана, яғни қол ұшын бере аласыз. Яғни сақ болыңыз, бір қадам алда болыңыз. Назарларыңызға рахмет. Добрый день, участники брифинга и представители СМИ. Как вам известно, мошенничество, в том числе интернет-мошенничество, из года в год набирает обороты в стране, приняли угрожающие масштабы. Из года в год мошенникам реализуют новые способы и методы. В целом, в период с 2018 по 2025 год по области наблюдается устойчивый рост мошенничества. С появлением интернета люди активно перешли на интернет-покупки, заказы, финансовые переводы. Все это также осуществляется в онлайн-формате. Ситуация с мошенничеством по области. Ежедневно 4-5 жителей региона становятся жертвами мошенничества. Согласно статистическим данным, в текущем году количество мошенничества возросло на 20%. Отрицательные показатели имеют место во всех регионах области. Наихудшая ситуация в областном центре, Бурлинском, Касталовском, Байтерекском районах. В целом актуальный характер приобретает виртуальные виды мошенничества, совершенные с помощью интернета, IT-технологий, сетей коммуникаций и с использованием платежных карт, так называемое интернет-мошенничество. Жертвами мошенников в основном становятся простые граждане нашей области, которые, доверившись их обману, отдают свое имущество и денежные средства. За истекший период в текущем году потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1 миллиард тенге. В ходе досудебного расследования установлена низкая возмещаемость ущерба, возмещено 182 миллиона тенге.
В первую очередь это обусловлено тем, что, несмотря на установление подозреваемых лиц, в большинстве случаев материалы по уголовным делам направляются на принудительное исполнение, которые остаются безрезультативными, то есть отсутствие имущества, заработка и других доходов. Также одной из причин является сложность проведения следственных действий по делам об интернет-мошенничествах, так как в большинстве случаев подозреваемые лица находятся вне пределов региона и страны. Кроме того, в рамках проводимой работы по оказанию правовой помощи потерпевшим в текущем году судами удовлетворено 50 исков о взыскании суммы необоснованного обогащения на сумму 44 миллиона тенге. В системе антифрод заблокировано более 4000 банковских счетов, потерпевшим возвращено более 9 миллионов тенге. По всем уголовным правонарушениям установлены 257 банковских счетов, на которые переведены денежные средства потерпевших. Антифрод колл-центр с 13 ноября работает на базе молодежный ресурсный центр города Уральск, который обеспечивает перехват мошеннических звонков до их поступления к гражданам. Операторы напрямую обращаются с мошенниками, предотвращая совершение преступления и минимизируя ущерб. Работу осуществляют 4 подготовленных сотрудника на 4 компьютерах, ежедневно перехватывая и отрабатывая 100-150 попыток мошеннических звонков. С 2025 года глава государства подписал изменения в законодательстве. Введена новая статья 232 прим. 1 Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за передачу своих банковских реквизитов третьим лицам. Речь идет о так называемых дроперах. По координации прокуратуры области с правоохранительными органами задержан житель города Уральск, причастный к содействию интернет-мошенничеству. Установлено, что в октябре текущего года он предоставил мошенникам реквизиты своих банковских счетов, тем самым способствуя совершению преступления в особо крупном размере. По данному факту Департамент экономических расследований области начато досудебное расследование по статье 232 прим. 1 Уголовного кодекса. Подозреваемый взят под стражу по санкции Следственного суда. Следственные действия продолжаются. Мошенники, используя такие данные для обналичивания преступных доходов или для обмана других граждан, используют такие схемы. Ранее такие действия квалифицировались как пособничество мошенничеству, и доказать вину дропера было затруднительно, поскольку требовалось установить его умысел на участие в преступлении. С введением новой статьи в Уголовный кодекс наступает самостоятельная уголовная ответственность за действия дроперов. Теперь за это предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы. Немножко остановлюсь о мерах со стороны государства. Первое. С 2024 года вступили поправки в закон о банках и банковской деятельности, обязывающие кредиторов списывать незаконно оформленные на граждан займы и приостанавливать их действия во время расследования уголовных дел по факту мошенничества. Такие меры стали действенным способом защиты для граждан, а также побудит банки усилить меры по противодействию мошенничеству. Второе. Введен запрет на заключение договоров банковских займы и микрокредит с физическим лицом посредством интернета без проведения его биометрической идентификации, а также без согласия супруга свыше 1000 МРП. Третье. С 2023 года запустили специальный сервис «Стоп-кредит». Граждане могут в Sony либо через приложение ЕГОВ поставить самозапрет на выдачу кредитов. Выдачу кредитов можно снимать ограничения на любой срок. Преимущества данного сервиса позволят надежно защитить ваши персональные данные. Если вы уезжаете из страны, такой сервис – хорошая возможность обезопасить себя. Также следует запомнить, банки и другие организации, а также сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить вам, чтобы уточнить ваши персональные платежные данные. Необходимо беречь свои данные, не сообщать их незнакомцам по телефону, предупредить своих родителей, пожилых бабушек, дедушек, а также детей, имеющих карту, чтобы никому, особенно по телефону, не сообщали реквизиты карты, в том числе код с обратной стороны, пароли, смс-коды. Не скачивали сомнительные приложения по инструкции звонящего. Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах, лотереях, в которых требуется дать персональную информацию. Использовать сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Не отвечайте на видеозвонки с неизвестных номеров. Если все-таки ответили, не паникуйте.
И не поддавайтесь на психологическое давление. Просто положите трубку и заблокируйте. Если мошенник предоставляется сотрудникам банка, необходимо сразу позвонить на телефон горячих линий. Не загружайте приложение для удаленного доступа, не приходите по ссылке. Если вы получили звонок от близкого человека, который неожиданно просит вас перевести крупную сумму, не стоит сразу переводить. Прежде чем переводить, возьмите паузу, подумайте, самостоятельно свяжитесь с этим человеком, который якобы нуждается в помощи. Будьте бдительны и оставайтесь на шаг впереди. Спасибо за внимание. Саламатсыз бе? Бүгінгі таңда айтып кеткендей интернет алаяқтыққа қарсы іс-қимыл мемлекет пен қоғам үшін өте маңызды мәселе болып отыр. Биыл облыстың полиция департаменті жанында киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы құрылып, интернет алаяқтықты ашу және тергеп тексеру, сондай-ақ алдын алу шараларын ұйымдастыру бағытында жұмыстар жүргізілуде. Жыл басынан бері аталған басқармамен 73 жылға қатысты 160 қылмыстық іс өндіріспен аяқталды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 61,8%-ға көп. Яғни интернет алаяқтық жасаған қылмыскерлермен қатар оларға жәрдемдескен тұлғалар, яғни дроперлер, дропауттар, криптовалютамен айналысатындар, белсенділер, курьерлер жауапқа тартылуда. Сонымен қатар қазіргі уақытта 7 тұлғаға қатысты 18 қылмыстық іс жыл соңына дейін сотқа жолдау жоспарлануда. Бұған қосымша сот процестерінің нәтижесі бойынша жәбірленушілерге 182 миллион теңгеден астам шығынды өндіру туралы шешімдер қабылданды. Интернет алаяқтыққа қарсы күресте ең тиімді шара алдын алу жұмыстары болғандықтан, біз басқа мемлекеттік органдармен бірлесіп, барлық алаңдарда халықтық барлық топтармен кездесулер өткізіп, азаматтар мен алаяқтардың алдау тәсілдері туралы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп келеміз. Есептік кезеңде қорытындысы бойынша облысымыздың 200 мыңнан астам адамына профилактикалық жұмыс жүргізілді. Оның 73 мың егов порталы арқылы несие алудан ерікті бас тартты. Облыстық және республикалық бұқаралық ақпарат құралдарына 4 мыңнан астам материал жарияланды. Қала мен аудан орталықтарында 700 манекен, елді мекендердің кіреберісіндерде 102 билборд орнатылып, облыс бойынша 37 LED экранда тұрақты түрде бейнероликтер көрсетілуде. Жәбірленушілер дроперлердің шотына банкоматтар мен терминалдар арқылы ақша аудару фактілерінің алдын алу мақсатында халық көп жиналатын орындарда, яғни базар, сауда орындарында полиция қызметкерлерімен патруль ұйымдастырылды. Сондай-ақ аталған іс-шараға күзетшілер мен еріктілер де тартылды. Аталған барлық шараларға қарамастан интернет алаяқтық құрбаны болғандар саны азаймай отыр. 2025 жылдың 11 ай 15 күн ішінде 564 интернет алаяқтық фактісі тіркелді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 20,3%-ға көп. Келтірілген залал жалпы 1 миллиард 800 миллион теңгеден астам. Алаяқтық салдарынан ең көп зардап шеккендер әлеуметтік осал топтар. Бұлар жұмыссыздар 201 адам, зейнеткерлер 108 адам, жеке компания қызметкерлері 161 адам, білім беру саласының қызметкерлері 59 адам, медицина қызметкерлері 28 адам және мемлекеттік қызметшілер 7 адам. Зардап шеккендердің шамамен 70%-дан астамы полиция қызметкерлерінің тарапынан алдын ала ескертілген, немесе интернет алаяқтық тәсілдері туралы хабардар болған. Ал кейбіреулері бұған дейін де осындай алаяқтықтың құрбаны болғаны анықталды. Бүгінгі таңда интернет алаяқтықтың ең көп таралған тәсілі жалған банк қызметкері ретінде хабарласып, жәбірленушінің банк шотын қорғау сылтауымен жалған қоңырау шалу арқылы алдау болып саналады. Ағымдағы жылы осы әдіске 365 облыс тұрғыны алданып, бұдан басқа да алдау тәсілдері қазір уақытта кездеседі. Оның 78-сі жалған қызмет көрсету, 74-ті инвестиция салым салу, 36-сы онлайн тауар сатып алу, 48 онлайн несие рәсімдеу, 8 досының атынан қоңырау шалу, 3 жұмысқа орналастыру, 8 ақшаны заңсыз қолма-қол ақшаға айналдыру болып табылып отыр. Айта кету керек, ағымдағы жылы облыста интернет алаяқтықтың жаңа тәсілдерімен де жасалатын қылмыстарда жиілеп орын алуда. Яғни алаяқтар жәбірленушілермен 1 айдан астам уақыт бойы сөйлесу арқылы сеніміне кіріп, тек ақша жымқырып қана қоймай, оларды жылжымайтын мүліктерін арзан бағамен сатуға мәжбүрлеп, түскен қаражатты белгісіз ешжұрттарға жолдау арқылы материалдық шығын келтіруде. Соңғы уақытта алаяқтар жиі қолдана бастаған тағы бір жаңа тәсіл белгілі. Бұл белгісіз біреулердің атынан қоңырау шалып, өзін салық және немесе коммуналдық қызметкер ретінде таныстырып алдау.
Яғни алаяқтар қайта тіркеуден өту сылтауымен телефон нөміріңізге келетін смс кодты айтуыңызды сұрайды. Бұған дейін екінші қоңырау келіп түседі. Бұл жолы өзінің жалған егов, банк немесе құқық қорғау органдарының қызметкері ретінде таныстырып, сіз бұрын жіберілген смс код арқылы алаяқтар егов порталына кіріп, жеке деректеріңізге қол жеткізгенін және барлық банктерден несие рәсімдеуге тырысып жатқанын хабарлайды. Мұны тоқтату үшін барлық қаражаттарыңызды қауіпсіздік шоттарға, яғни дроперлердің шоттарына аударуын сұрайды. Бүгінгі алаяқтар дипфейк технологиясын қолданып, азаматтармен сөйлесу кезінде мемлекеттік тілді қолдануға да үйреніп алған. Бұл олардың жеке басын тануды одан әрі қиындатып отыр. Айта кету керек, алаяқтар сіз берген смс код арқылы ешқандай сіздің жеке деректеріңізге қол жеткізе алмайды. Сондай-ақ сіздің қатысуыңызсыз ешқандай несие рәсімдей алмайды. Жаңа жыл қарсаңында алаяқтар әдеттегідей белсенділігін арттырады. Бұл мерекелік дайындық кезінде сізді кенеттен ұстап алуға бағытталған. Сондықтан ең бастысы, белгісіз адамдардан келген қоңырауларға жауап бермей, ал егер сөйлесу бастасаңыз, сабырлы болып, олардың айтқанын сенбеуге шақырамыз. Егер сіз алаяқтардың құрбаны болсаңыз, дереу банктердің орталықтарына және полиция хабарласуыңыз қажет. На сегодняшний день противодействие интернет-мошенничеству является очень актуальным для государства и общества в целом. Как вы знаете, в текущем году при департаменте полиции области создано управление по противодействию киберпреступлениям, которым целенаправленно проводится работа по раскрытию и расследованию интернет-мошенничеств, а также проведение профилактических мероприятий. С начала года данным подразделением раскрыто 160 уголовных правонарушений в отношении 73 лиц, что на 61,8% больше за аналогичный период прошлого года. То есть к уголовной ответственности привлечены не только преступники, совершающие интернет-мошенничество, а также их соучастники, то есть дроперы, дроповоды, криптовалютчики, активаторы и курьеры. А также в запасе имеются еще 18 уголовных дел в отношении 7 лиц, которые планируем окончить до конца года. По результатам уже прошедших судебных процессов принято решение о возмещении потерпевшим более 182 миллиона тенге. Учитывая, что самым действенным мером по противодействию интернет-мошенничеству является проведение профилактической работы, нами совместно с сотрудниками других ведомств на всех площадках проводятся рабочие встречи со всеми слоями населения, где мы разъясняем гражданам о способах обмана со стороны мошенников. По итогам отчетного периода профилактировано более 200 тысяч человек в нашей области, 73 из которых оформлены как добровольный отказ от получения займа через портал ЕГОВ. СМИ области и республики опубликовано более 4000 материалов. В городах и районных центрах установлены 700 манекенов. На въездах в населенные пункты также установлены 112 билбордов. И на постоянной основе проигрываются видеоролики на 37 ДТ-экранах области. В целях пресечения факта перевода денег потерпевшими на счета дроперов через банкоматы и терминалы банка второго уровня нами организовано патрулирование в местах массового скопления населения, куда вовлечены охранники, волонтеры и неравнодушные граждане области. Несмотря на все вышеуказанные принимаемые меры, количество пострадавших от действия интернет-мошенников не снижается. По итогам 11 месяцев 15 дней декабря зарегистрировано 564 фактов интернет-мошенничества, что на 23% больше за аналогичный период прошлого года. Сумма ущерба составляет более 1 миллиарда 800 миллионов тенге. В результате мошеннических действий больше всего пострадали социально уязвимые слои населения. Безработные – это 201 человек, и пенсионеры – 108. А также работники частных компаний – 161, работники учебных заведений – 59, медицинские работники – 28 и госслужащие – 7. Почти более 70% пострадавших лично профилактированы сотрудниками полиции или знают о способах интернет-мошенничества, а некоторые из них уже ранее становились жертвами аналогичных фактов. На сегодняшний день самым распространенным способом интернет-мошенничества является ложный звонок от имени сотрудников банка под предлогом защиты банковских счетов жертв. В текущем году на уловки мошенников по указанному способу попались 365 жителей региона. Не менее опасным остаются и другие виды обмана. Это мнимые оказания услуг под предлогом вложения инвестиций, онлайн-покупка, онлайн-кредитование, звонок от друга, трудоустройство, обналичивание. Хотелось бы отметить, что за текущий год в области также участились факты регистрации интернет-мошенничеств
с новыми способами совершения. То есть злоумышленники обманывают людей на протяжении более одного месяца общения с жертвами. В результате мошенники не только похищают их денежные средства, а также заставляют продавать им недвижимое имущество по заниженной цене. И вырученные деньги похищают аналогичным образом. Еще один новый способ, который злоумышленники все чаще используют в последнее время, это когда поступает телефонный звонок и неизвестное лицо представляется сотрудником налоговой или коммунальной службы. И для того, чтобы пройти так называемую перерегистрацию, просит продиктовать смс-код, который поступит на телефон. После чего поступает второй звонок уже со стороны так называемых сотрудников ЕГОВ, банка или правоохранительных органов, который сообщает о том, что мошенники по ранее переданному смс-коду взломали или получили доступ к его данным, находящимся на портале ЕГОВ, и собираются оформлять кредиты во всех банках второго уровня. И в целях предотвращения их действий нужно отправить все свои денежные средства на безопасный счет, то есть счета дроперов. Сегодня мошенники научились с помощью дипфейка применять при разговоре с гражданами государственный язык, что более усложняет их идентификацию. Хотелось бы подчеркнуть, что мошенники по предоставленному вами коду не могут получить доступ к вашим персональным данным, тем более никогда не смогут оформить кредит без вашего личного участия. В преддверии праздничных дней мошенники, как обычно, активизируются с целью заставить вас врасплох во время приготовления новогодних мероприятий. В этой связи самое главное не отвечать на звонки неизвестных лиц, а в случае состоявшегося разговора не паниковать и не действовать по их указанию. Если вы стали жертвой мошенничества, вам необходимо незамедлительно обращаться в колл-центр банка второго уровня или в полицию. Спасибо за внимание. Рахмет, келесі ауылыңызға түскен сұрақтар легіне кезек берсек, күмәнді сілтемелер мен хабарламаларды қалай ажыратуға болады? Күмәнді сілтемелер мен хабарламаларды, яғни сілтемелер смс-пен келеді ғой, көбінесе WhatsApp-қа. Сол кезде мұқият қарау керек. Мысалы, Каспий кезеттен келсе, бұл жерде бір әріп немесе бір значок болуы мүмкін. Себебі ол кішкене жаңағы азаматтарды, яғни шатыстыру керек. Мысалы, Каспий бір кезеттік тұру мүмкін. Яғни асығып тұрған азамат сол білмей басып қалады да, кіріп жаңағы сілтемемен өтіп кетуі мүмкін. Екінші, олар көбінесе ұзын болады. Себебі, яғни, ол бірінші жаңағы шатыстыру керек оны. Екіншіден, өзінің жасаған кезде оны ұзын қылып, яғни мысалға орал таза сервис болса, соған өзінің жаңағы бір несін қою керек, ортасына, басына, аяғына, сондықтан көбінесе ұзын болып келеді. Яғни көптеген жаңағы әріптерді қояды, сандарды қояды. Екінші, көбінесе тегін деп келеді. Адамды өзіне қаратып алу үшін тегін немесе бір жақсы науқан болуы мүмкін, акция болуы мүмкін. Екіншісін тегін аласын деп. Солай келгенде адам қызықшылық танытып бас жіберуі мүмкін. Сондықтан осындай сілтемелерден сақ болу керек негізі. Рахмет, келесі сұрағымыз, азаматтардың цифрлық сауаттылығын арттыру үшін қандай шаралар жасалып жатыр? Енді жоғарыда айтып кеткендей, біздер қазіргі жағдайда осы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, жаңағы әлеуметтік желілер арқылы осы азамат тұрғындарымыздың жаңағы цифрлық сауаттылығын арттыру үшін барынша ақпаратты беріп жатыр. Соған қосымша қазіргі жағдайда мысалға мына білім беру мекемелерінде қазір қосымша сабақтар өткізіп жатыр осы цифрлық сауаттылығы бойынша. Енді жаңағы өзіміздің жаңағы зейнеткерлердің жағынан біздерде орталықтарға барып осы сабақтарымызды өткізіп жеткізіп жатырық. Енді адамдардың өзі бұл жерде түсіну керек, жаңа біздің айтып кеткеніміздей, алаяқтар телефон арқылы хабарласатын болғасын, ол өздері, ол кісілер жаңағы ешқандай әрекет жасай алмайды. Бұл біздің барлық мына тіркеліп жатқан алаяқтық фактілер кезінде біздің жәбірленушілер өздері жасап, өздері несиені алып, өздері несиені алған ақшасын жаңағы есеп шоттарына салып, алаяқтардың айтқан бүкіл әрекеттерді өздері істеп отыр. Сондықтан бұл жерде ең бірінші мен ойлаймын, біздің жәбірленушілер психологиялық тұрғыдан дайын болу керек деп. Егер де солай дайын болатын болса, алаяқтарға алданбайды. Рахмет. Алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін
Алғыс айтамыз, алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Осымен баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.